Тектіден текті туат, тектілік тұқым қуат деп жатамыз. Оған қоса, тектілік секілді сатқындықта тұқым қуалайды деген де рас сөз. Өмірлік тәжірибеден алынған ғой. Тарихқа үңілсеңіз, Сталиндік саяси репрессияның кезінде осындай сатқындар мен жағымпаз шолақ белсенділерден халық қатты зардап шеккен. Сол кездегі билікке адал болып, өз бауырын жаламен ұстатқан адамдар болған. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген ұранмен қазаққа зобалаң әкелді. Ел ішінен шыққан шолақ белсенділердің сатқындығында шек болмады. Қазақты алдындағы малынан айырсаңыз болды дегенді айтқан да солар. Үйірлеп айдап, вагондап тасығанда бітпеген қазақтың жылқысын үлкен бір сайға жинап, мылтықпен қырып салған деседі. Бұл не деген таусылмайтын мал деп ашуланған орысқа, енді халыққа қыстың күні жүн салғын салыңыз деп ақыл қосқан да сол жағымпаз сатқындар. Жүнін қырыққан түйенің құйқасы көрінетін білетін қазақ ол. Ақпанның аязына қырқылған малын шыдата алмай, аштан бұралып жатқан бауырын аттап өткенде сол жағымпаз сатқындар. Сол бір зобалаң жылдарда бас көтерген жақсыларды тұқым тұяғымен құртты. Ал сатқындар емін еркін өсіп өнді. Олардың ұрпақтары қазіргі уақытта ел ішінде көптеп саналады. Әр жерден бой көрсетіп те жүр. Жағдай осылай болғанда, кешегі күн тарих деп қана қарауға болмайды. Тарихты жасайтын ұрпақтар бар екенін ескеріп, сатқындардан сақтанған жөн. Я, тарих қайталануы әбден мүмкін.